Құрметті достар, менің каналымды, қазақша каналымды лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Садгуру, өмірдің мәні, мағынасы неде? Сіздер өмірдің жарты ғана бөлігісіңдер. Сонымен қатар өмірдің ағымы сізді дамытып, әсерін беріп отырады. Егер сіз өмірде тек қана өзіңе ғана көңіл бөлсеңіз, сіз өмірдің мағынасы неде деген сұраққа жауапты іздемей-ақ осыдан табатын боласыз. Және сізге көп жылдарға дейін айналысатын үлкен жұмыс болады. Сіздер өмірде мақсат іздемеңіздер. Егер сіздер өмірден мақсат іздесеңіздер, онда сіздер ессіздікке талпынып жатырсыздар. Сіз тепе-теңдікпен жұмыс жасамадыңыз, бірақ бостандықты сезіндіңіз. Бостандық тепе-теңдіксіз, бұл жойылу, жоқ болу, солай емес пе? Жақсы емес пе, егер өмірдің ешқандай мағынасы жоқ болғаны? Сосын сізге ештеңеге жетудің қажеті де жоқ. Бірақ тек қана қарапайым өмір сүру ғана. Жоқ, сіздерге мақсатқа жету керек. Жай ғана мақсат емес, Құдайдан келген мақсат. Бұл өте қауіпті. Біреулер бар Құдайдан келген мақсат деп жұмыс жасайды. Бұл өте ауыр. Өздеріне қатыгездік жасайды өмірінде. Солай емес пе? Олар өмірінде сондай қорқынышты істер жасайды. Өйткені сізде Құдайдан келген мақсат болса, онда сенің өміріңнің өзі құнсыз болып қалады. Мақсатыңның қасында. Жоқ, сенің өмірің маңызды. Өмір маңызды. Мен өмірің дегенде, мен сенің отбасың, жұмысың, достарың, не істеген, не істемеген жұмысың емес. Өмір деген міне сенің денең, сенің өзің. Өмір сенің ішіңдегі ма, әлде сыртыңдағы ма? Сіздер қате түсінесіздер кейде. Өмір деген тек сенің айналаңдағылар ғана деп. Сіздің үйіңіз, жұмыс, достарыңыз, туыстарың, отбасың деп бұлар сенің өмірің емес. Бұл тек сенің айналаңдағылар. Өмір міне өзіңнің денең. Айналаңдағыларды өмірім деп қабылдайсыздар. Жоқ, өмірің міне өзің. Ең маңыздысы осы. Өйткені сіздің білетініңіз тек осы ғана. Басқа ештеңе білмейсіз. Мүмкін сіздер тағы бірдеңе білесіздер ма? Бұдан басқа бар білетіндерің тек өзің осы ғана. Басқаның барлығы қиял, елес, ойлар ғана. Басқа ештеңе де емес. Міне, мына өзіңнің денең өмірге толып тұр. Бұл маңызды ма? Бұл өте маңызды. Сіз жеке өзіңіз ешқандай маңызды емессіз. Ал өмірдің жартысы ретінде өте маңызды адамсыз. Өйткені бұл барлық нәрсенің бастауы. Менің бұлай айтуым, ғаламшардың өзі сіз үшін бар. Өйткені сіз өмір сүріп жатырсыз. Сіз барсыз, солай емес па? Өмір бар. Өйткені сіз де барсыз. Солай емес па? Бұның мақсаты неде? Егер сіздің мақсатың бар, сол орындалды. Сосын не істейсіз? Сіздің ішіңіз пысып кетпей ма? Солай емес па? Өмір сондай ауыр, сондай ғажайып ауыр. Егер сіз өміріңіздің 10 мың жылыңды зерттеп өткізсең де, сіз оның бәрібір толық тани алмайсыз. Тіпті миллион жыл ұқыпты зерттеп қарасаңыз да, сіз бәрібір оны толық тани алмайсыз. Міне қалай жасалған. Мұның маңызы міне
қалай жасалған, оның маңызы бар ма? Бұл өмірде ең маңызды өмірде жоқ. Өйткені жоқ, ешқандай да маңызы жоқ. Бұның күштілігі үлкен, маңыздысы ешқандай маңызы жоқ болғандығында. Сондай-ақ бұған ешқандай маңызы жоқ ештеңені білудің де. Сіздің миыңыз өмірдің мәнін іздейтіні мидың шектеулігінен ғана болатын құбылыс. Өйткені жүйке жүйесін айтқанда нақты өмірдің мимен байланысын анық еш уақытта сезбейсіз, егер сіздің бір арман мақсатыңыз болмаса. Адамдар өмірі әйтеуір бір жалған арман мақсат ойластырып жатады. Бүгін ғана жақсы еді. Олар сол кезде үйленеді. Сосын маңызды басқа адам бола бастайды. Сосын өмірге бала келеді. Сосын олар өздерін бақытсыз сезіне бастайды. Сосын бірімен бірі ұрыса бастайды. Сосын маңызы бала болады да соны шыдап төзе бастайды. Иә, солай тағы басқа болады. Бұны өздерің құрастырасыңдар да, сосын осыны өмірдің мәні деп қабылдайсыңдар. Құдайдан келген өмірдің мәні мақсаты бар ма? Егер Құдай сенің жайында білмесе ше? Мүмкін солай болса ше? Мүмкін емес пе? Менің айтайын дегенім, мына үлкен ғаламшарда жаратушы Құдай сондай-ақ барлық ғаламдағы тіршіліктің барлығын басқарып отырған, миллион галактиканы басқарып жатқан Құдай, сіз кішкентай ғана ғаламшарда кішкентай ғана сізді бар екеніңді де білмейді. Не істеу керек? Осындай болу мүмкін бе? Егер ол сен туралы бар екендігіңді білмейді, оның саған деген жасаған жоспары да жоқ болса ше? Нақты сізге арнаған жоспары да жоқ. Басқа нәрсені іздемеңдер. Өмірдің өзі сонда жаратушы мен жаралушы бір-біріне ажырамайтын байланыста. Сіз өмірдің жарты жаратылысысыз, ал өмір тіршілік сізді толықтырып отырады. Егер сіз шамалы көңіл бөліп қарасаңыз, өміріңіздегі болып жатқан өзгеріске сізге өмірдің мәнін іздеудің қажеті жоқ болады. Сізге миллион жылға жетерлік айналысатын жұмыс табылады. Көп нәрсе болып жатыр. Міне, мына денеңде көп нәрсе. Саған көңіл бөліп қара. Саған миллион жылға жететін айналысатын жұмыс табылады. Сізге өмірдің мәні керек пе? Сіздің миыңыз жүйке жүйесі әрдайым мидағы қақпанда айналып тұр. Ми әрдайым жұмыс істеп тұр. Сіздің миыңыз білмейтін ақпаратты таппаған соң, ол мидағы жүйке жүйесін де айналып жүреді. Қайта осы сұрақты қойып, сіздің эмоцияңыз өмірге деген маңызды бола бастайды. Солай емес пе? Сосын сіздер өмірдің маңызын іздей бастайсыздар. Дәрі секілді. Өздерің қақпанға түсірген. Сіздер өздерің осы қақпанға өздеріңді апарған. Бұдан тез оңай шығуға болады. Егер қақпанды біреу құрса, онда сіз одан шыға алмайсыз. Өйткені оны біреу құрды, сіз шықпайтындай етіп. Мен өмір жайында айтып жатырмын, неке жайында емес. Бұл қақпанды өзіңіз құрдыңыз, одан шығу тез оңай. Жұмыстың бастысы осы емес пе? Қазір бұл сіз үшін өте ауыр, өйткені сіз өзіңізді осы қақпанмен мақтанасыз. Бұл сізге ұнайды. Өйткені қандай да бір қорғануды сезінесіз.
қорғану үшін салынған қабырғалар сізді қорғайды, бірақ ол сізге түрмеде болып жұмыс атқарады. Сіз салған қабырғалар қорғану үшін, сонымен қатар сізді өзің тереңдікке қарай тарта бастайды. Егер ол сені қорғаса, ол ұнайды, ал егер сізге шектеу қойып жатса, онда ұнамайды. Міне сондықтан бізде есік бар. Бізге қабырғалар ұнайды, өйткені олар бізді қорғайды. Бірақ бізде есік бар, өйткені біз шыққымыз келген кезде шығып тұру үшін. Бізге қанша іште жақсы болса да, бірақ біз сонда да далаға, сыртқа шыққымыз келіп тұрады. Солай емес пе? Бұл барлық қақпанға жатады. Сіздің өміріңіздің ойдан құрастырып алған, өзіңізді өзіңіз апарып тыққан. Бұл маңызды емес. Қаншалықты жақсы болсын, оның іші бәрібір сіз сыртқа шыққыңыз келіп тұрады. Сіздің жүйке жүйеңізбен оймен құрастырған қабырғаларыңыз сізге өміріңнің толықтығын сезіндіріп, айналадан қорғап тұрғандай сезім тудырады. Сосын ерте ме кеш пе саған жүйке жүйеңе қақпан секілді әсер беріп, сен одан шыққың келіп, оны қабырғаларды бұза бастайсың. Егер оны бұзбау үшін сіз басқа мақсат іздей бастайсыз. Өзіңе мақсат тапқан адам өзінше өміріне риза бола бастайды. Олар өмір бойы қақпанда өмір сүреді. Ойлайды, мен өмірімде жақсы керемет нәрсе істеп жүрмін деп. Ең бастысы тепе-теңдік керек. Егер тепе-теңдік болса, онда жоғары қарай көтерілуге болады.